Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы тұсаукесер жыры. Мақсаты тұсаукесер жырын оқу, меншік мағынаны ауызша және жазбаша жеткізуді үйрену. Сегодня на уроке вы познакомитесь с песней «Тұсаукесер» и особой формой принадлежности. Ең алдымен жаңа сөздермен таныс болайық. Жыр, песня, мәдениет, культура, дәстүр, традиция, бата, благословение, ала, жіп, путы. Алғашқы тапсырмамыз. Сөздердің мағынасын келесі бағаннан тап. Найдите значение слов в следующем столбце. Жарайсыңдар, балалар. Өздеріңді тексеріңдер. Молодцы, проверьте себя. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға сәйкес тұсаукесер рәсімі мәтінін оқимыз. Сегодняшняя наша тема называется «Тұсаукесер жыры». И сейчас вы прочитаете текст о тұсаукесер, то есть разрезание пут, одна из самых старинных казахских традиций, которая соблюдается до сих пор. Обряд посвящен малышу и делает его для того, чтобы он быстро встал на ноги. Читаем текст на экране. Иә, оқушылар, мәтінді оқып бітсек, сұраққа жауап берейік. А теперь ответим на следующие вопросы. Тамаша, балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Енді грамматикаға көшейік. Рассмотрим притяжательное окончание второй формы принадлежности, которая отвечает на вопросы кімдікі, чей, чья, чье и ненікі, чего. Существует особая форма принадлежности, которая образуется с помощью аффиксов НК, ДК, ТК. То есть эти аффиксы принадлежности могут использоваться вместо родительного падежа, чтобы подчеркнуть принадлежность. То есть первому, второму и третьему лицу. То есть менікі, сенікі, сіздікі, онікі. Если основа слова оканчивается на гласные, то прибавляется окончание нікі. Рассмотрим на примере. Ертоқым кімдікі? Чье седло? Ертоқым ұлынікі, седло сына. Если основа слова оканчивается на буквы И, Ю, а также сонорные и звонкие Ж, З, то ДК. Түймененікі? Пуговица чего? Түйме қамзолдікі. Пуговица жилетки. Если основа слова оканчивается на глухие и звонкие Б, В, Г, Д, то ТК. Шапан кімдікі? Чей шапан? Шапан саматтікі, чапан самата. Балалар, келесі тапсырмада сұрақтарды мұқият оқыңдар. Сұраққа сәйкес жауап беріңдер. Внимательно прочитайте вопросы и напишите соответствующие к ним ответы. Жарайсыңдар, балалар. Жауаптарыңды тексеріңдер. Молодцы. Проверьте ответы. Келесі тапсырмада сөйлемді екінші нұсқаға өзгерт. Преобразуй предложение во вторую форму принадлежности. Келесі Жазира Байырбекованың орындауындағы тұсаукесер әнін тыңдап қосылып айтыңдар. Послушайте песню в исполнении Жазиры Байырбековой. Слова у вас есть, в учебнике можете подпевать. Тұсауынды кесейін, ала жіпті
шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Бүлдіршінім бөбегім, қалауыңды берейін, тәй-тәй басып келші жаныма. Саған мәз боп қараймыз, қадамыңды санаймыз, қаз-қаз басып көрші тағы да. Тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Оқушылар, енді үйге осы тұсаукесер әнін жаттап келіңдер. Выучите слова этой песни. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.